Қайырлы күн достар. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз can және could. Модалды етістіктер. Суреттерге назар аударсаңыздар, I can play the piano. Мен пианинода ойнай аламын. Демек, can деген модальды етістік бізде бір іс-әрекетке қабілетті ие болу. Could'тың ерекшелігі, could бізде ең басты ерекшелігіміз бұл жерде, бұл тақырыпта достар назар аударатынымыз could ол canнің өткен шағы. Мысалға, I could play the piano болса, мен ойнай алатынмын пианинода. Немесе could ол сыпайылықты білдірді. Мына суретке назар аударсаңыздар, could you open the door, please? Мына кісі қолы бос емес, сыпайылықты танытып, есікті ашып бере аласыз ба деп сұрап жатыр. Сонымен келесі, can модальды етістігінен кейін әлбетте бізде инфинитив, яғни етістіктің бірінші формасы қолданылады. Canның ешқандай өзгермейді, барлық есімдіктермен бірдей қолданылады. I can do, немесе I can play the dombra, немесе she can't come today деп айтсақ болады. Бұл жерде тағы бір назар аударатынымыз бүкіл модалды етістіктермен біздерде етістіктер бәйе инфинитив ретінде келеді. Яғни ешқандай суффиксіз немесе ту частицасыз келіп артынан орналасып мына жердегі бейе. Және сұрау сөйлемде тура солай көмекші етістік ретінде қолдана саламыз, сөйлемнің башқаны қоямыз. Және де can he see? Мысалы, ол көре ала ма? Ол оған қабілетті ма? Can she come? Ол келе алады ма? Оның қолынан келу келеді ма бері қарай деген сияқты. Келесі слайдқа назар аударайық. So I can do something. I know how to do it, or it is possible for me to do it. Ең бастысы біздер жаңа тіл шығарып жатқан жоқпыз. Canнің қолданысын ағылшын тіліндегісін ұйғарайық. I can do something дегеніміз мен қолымнан бір іс-әрекетті қалай немесе оның қалай орындалуын білетіні немесе қабілетті болуы анықтап айтып бергендей. Сөйлемдерге назар аударсақ, I can play the piano. My brother can play the piano too. Яғни мен пианинода ойнай аламын, менің бауырым да пианинода ойнай алады. Келесі, Anne can speak Italian, but she can speak Spanish. Anne итальян тілінде сөйлей алады, қолынан келеді, бірақ ол испан тілінде сөйлей алмайды. Бұның барлығы бізде present simple болса, енді past simpleге назар аударатын болсақ, көмекші етістіктеріміз кеше және өткен аптада деп айтсақ болады. Мысалы, when I was young, I could run very fast. Мен жастау болғанымда, мен өте тез жүгіре алатын едім. Демек, қазір қатты жүгіре алмаймын. Келесі, before she came to Britain, she couldn't speak English. Now she can speak English very well. Назар өздеріңіз көріп тұрғандарыңызды, бұл жерде бізде өткен шақта, осы шақта қолданылып тұр. Біріншісінде ол Британияға келместен бұрын, ол ағылшын тілінде сөйлей алмайды өткен шақта. Қазіргі кезде ол ағылшын тілін өте жақсы сөйлейді. Яғни can дегеніміз автомат түрде осы шартқа ауыстырады сөйлейді. Келесі, үй тапсырмасына назар аударсақ, мына жерде бос орындарға бізге мына етістіктерді қолданып, және де can немесе could'ты қоюымыз керек. Мысалы, бірінші сөйлем, I was tired, but I couldn't sleep. Мен шаршасам да, мен ұйықтай алмадым. She spoke very quickly. Ол өте жылдам сөйледі. I couldn't understand her. Мен оны түсіне алмадым. Қалған тапсырмалар өздеріңізге сілтеме бойынша өтіп, орындай беріңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.